Бейнебаянды бастамас бұрын айта кетейін. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, разы боламын. Бұл оқиға шын өмірден алынған. Бұл әңгіменің екінші бөлімі. Алғашқы бірінші бөлім каналда жарияланып болды. Көп адам тыңдап, қызығып, жалғасын сұрап жатыр. Енді әңгіменің ең қызық жері басталады. Үйленгеннен кейінгі өмір, күтпеген жаңалықтар, қиын шешімдер. Айгүл мен Ермектің тағдыры қалай жалғасады? Барлығы осы бөлімнен бастап ашыла бастайды. Толық екінші бөлім дәл қазір каналда. Сол уақытта клубтың алдында адамдар жиналып қалған. Ауылдың жартысы келгендей. Көрдің бе? 52 жастағы келіннің тойы. Біреулер қызығып келсе, біреулер жай тамашалауға келген. Төлеуата да келген. Ол орындыққа отырып, бүгін қызық күн болады деді. Ермекке дайындалып жатты. Данияр қасында тұр. Әке, мен кеше көп ойландым. Ермек оған қарап. Не туралы? Сіздің үйленуіңіз туралы. Біраз үнсіздік болды. Сосын Данияр жай ғана айтты. Егер сіз бақытты болсаңыз, мен қарсы емеспін. Ермек таңырқап қалды. Рас па? Данияр басын изеді. Ермек күлімсіреп. Рахмет балам. Көп ұзамай клубтың алдында музыка қосылды. Ауыл адамдары жиналып тұр. Келін келе жатыр. Айгүл көліктен түскенде адамдардың бәрі оған қарап қалды. Ақ көйлек, қарапайым, бірақ әдемі. Бірнеше әйел сыбырлап. Қарашы, өзіне жарасады екен. Шынымен келін сияқты. Айгүл сәл қысылып тұрды. Ермек оған жақындады. Қорқып тұрсың ба? Сәл. Мен де. Екеуі күліп жіберді. Той басталды. Музыка ойнап, адамдар билей бастады. Дастархан толы тамақ. Күлеш микрофон ұстап. Құрметті ауылдастар, бүгін ерекше күн. Барлығы тынышталып қалды. Бүгін біздің Айгүл апамыз келін болып отыр. Адамдар қол соқты. Төлеуата орнынан тұрып сөз алды. Мен бір нәрсе айтқым келеді. Барлығы тыңдап қалды. Мен басында бұл тойға күмәннен қарадым. Айгүл сәл уайымдап қалды. Бірақ қария сөзін жалғастырды. Бірақ бүгін бір нәрсені түсіндім. Нені? Деді біреу. Төлеуата күліп. Бақыттың жасы болмайды. Залдағылар бірден қол соқты. Айгүлдің көзіне жас келді. Ермек оның қолынан ұстап тұрды. Бірақ дәл сол кезде күтпеген бір жағдай болды. Клубтың есігі ашылып, ішке бір адам кірді. Ауылда оны бұрын көрмеген. Барлығы оған қарап қалды. Бұл кім? Айгүлдің жүзі кенет өзгеріп кетті. Ол ақырын ғана айтты. Бұл менің өткен өмірімнен бір адам. Ермек таңырқап. Кім? Айгүл жауап бермеді. Ал әлгі адам оларға қарай келе жатты. Клубтың ішіндегі көңілді музыка бір сәтте бәсеңдегендей болды. Барлығы есіктен кірген бейтаныс адамға қарап қалған. Орта жастағы ер адам еді. Жолдан келгендей, үстінде шаң басқан күртеше. Ол бірден Айгүлге қарай жүрді. Айгүлдің жүзі өзгеріп кетті. Ермек ақырын сұрады. Бұл кім? Айгүл баяу жауап берді. Бұл Серік. Серік? Бұрын мен тұрмысқа шығайын деп жүрген адам. Жақын тұрған адамдар да естіп қалып, сыбырласа бастады. Қарашы, бұрынғы жігіті ме? Серік Айгүлдің алдына келіп тоқтады. Айгүл, сәлем. Айгүл өзін сабырға шақырып, сәлем, Ермек жанында тұр. Сен мұнда не істеп жүрсің? Деді Айгүл. Серік күрсініп алды. Мен бұл той туралы кеше ғана естідім. Залда отырған адамдар түгел тынышталып қалған. Серік сөзін жалғастырды. Мен көп жыл бұрын кеткенде, сені осылай кездестірем деп ойламадым. Айгүлдің көзінде сәл мұң пайда болды. Ол өте баяғы әңгіме, Серік. Білемін. Ермек сабырмен қарап тұр. Бірақ мен бір нәрсе айтқым келді, деді Серік. Барлығы тыңдап тұр. Көп жыл бұрын мен қателік жасадым. Айгүл үнсіз. Мен сенің қадіріңді түсінбей кеттім. Зал іші тыныш. Серік Ермекке қарап. Бірақ бүгін түсіндім. Сен жалғыз қалмағансың. Ермек жай ғана басын изеді. Серік тағы айтты. Мен бұл жерге тойды бұзу үшін келген жоқпын. Адамдар бірден сыбырласа бастады. Онда не үшін? Серік Айгүлге қарап күлімсіреді. Сені құттықтау үшін келдім. Айгүл таңырқап қалды. Шынымен бе? Серік қолын созды. Бақытты бол. Айгүл де қолын берді. Рахмет. Сол кезде Күләш сыбырлап. Бұл кино сияқты болды ғой. Жақын тұрғандар күліп жіберді. Ермек те жымиып. Ендеше тойды жалғастырайық па? Төлеуата орнынан тұрып. Әрине. Музыка қайта қосылды. Адамдар қол соғып, көңіл күй қайта көтерілді. Күләш микрофон алып.
Ал енді билейміз. Залда күлкі мен музыка қайтадан естілді. Айгүл бір сәт сыртқа шығып, таза ауа жұтып тұрды. Ермек оның қасына келді. Қалайсың? Айгүл күліп. Бүгін бір күнде бүкіл өмірім өтті сияқты. Өкінбей тұрсың ба? Айгүл басын шайқады. Жоқ. Ол ауылдың үстінен көрінген кешкі аспанға қарап тұрды. Мен 52 жасында келін болдым. Бүкіл ауыл таң қалды. Ермек күліп. Бірақ ең бастысы, сен бақыттысың. Айгүл оның қолынан ұстап. Иә. Клубтан музыка мен адамдардың күлкісі естіліп тұр. Той өткеніне бір аптадай ғана болған. Бірақ ауылда әлі де сол тойдың әңгімесі тоқтаған жоқ. Естеріңде ме, Айгүлдің тойы? Иә, өмірімде ондай той көрмеппін. Кейбіреулер әлі де таңырқап айтып жүр. 52 жаста келін болды ғой. Ал Айгүл үшін тойдан кейінгі өмір енді ғана басталған еді. Айгүл сол күні таңертең ерте оянды. Терезеден сыртқа қараса, ауыл әдеттегідей тыныш. Таңғы салқын ауада тау жақтан жеңіл жел соғып тұр. Ол бір сәт ойланып отырды. Мен шынымен осы үйдің келінімін бе? Бұл ойдың өзі оған әлі де бір түрлі көрінетін. Ас үйден дыбыс шықты. Ермек оянып кеткен сияқты. Айгүл ас үйге кірсе, Ермек самауыр жағып жатыр екен. Ояндың ба? Деді ол күліп. Иә, мен шай қойып жатырмын. Айгүл күліп жіберді. Әдетте келін шай қояды ғой. Ермек иығын көтерді. Біздің үйде ережелер басқаша. Екеуі бірге шай ішіп отырды. Көп ұзамай қақпа сықырлап ашылды. Ей, келін! Бұл Күләштің даусы еді. Айгүл күліп жіберді. Көрдің бе? Деді Ермек. Енді бәрі сені келін деп шақырады. Күләш аулаға кіріп келді. Қалайсың, келін? Айгүл сәл ұялып. Жақсымын. Күләш күліп. Әлі үйренбеген сияқтысың. Иә, келін деген сөзді есту бір түрлі. Күләш айналаны қарап. Ермек, бүгін бақшаға көмектесу керек. Не болды? Картоп отырғызамыз. Ермек күліп. Жарайды. Күләш Айгүлге қарап. Келін, сен де үйрене бер. Ауылдың өмірі осындай. Айгүл басын изеді. Үйренемін. Түске қарай олар бақшада жұмыс істеді. Айгүл бұрын мұндай жұмысқа онша араласпайтын, бірақ бүгін ол бәріне көмектесіп жүр. Күләш қарап тұр. Айгүл, сен жаман келін болмайсың. Неге? Жұмыстан қашпайсың. Ермек әзілдеп. Ей, сен келінді мақтап жатырсың ба? Әлде тексеріп жүрсің бе? Күләш күліп. Екеуі де. Барлығы күліп жіберді. Кешке қарай Айгүл үйге кіріп, орындыққа отырды. Бүгінгі күн ұзақ әрі шаршататын болды. Ермек су әкеліп берді. Шаршадың ба? Аздап. Ермек оның қасына отырды. Бірақ бүгін сен нағыз ауыл келін сияқты жұмыс істедің. Айгүл күліп, мен өзіме де таң қалып тұрмын. Біраз үнсіз отырды. Сосын Айгүл кенет маңдайын ұстап қалды. Не болды? Деді Ермек. Білмеймін. Басым айналып кетті. Ермек алаңдап қалды. Мүмкін шаршаған шығарсың. Иә, мүмкін. Айгүл орнынан тұрып терезеге барып тұрды. Бірақ басы тағы да айналғандай болды. Ол орындыққа қайта отырды. Ермек алаңдап, ертең дәрігерге барып көрейік. Айгүл басын изеді. Жарайды. Сол түні Айгүл ұзақ ойланды. Мүмкін жай ғана шаршау шығар. Бірақ ол әлі білмейтін бір нәрсе бар еді. Ертең ауруханаға барған кезде дәрігер айтатын жаңалық оның өмірін тағы да өзгертуі мүмкін еді. Келесі күні таңертең Айгүл әдеттегіден баяу оянды. Кеше кешкісін басының айналғаны әлі де есінен кетпеген. Терезеден күннің жарығы түсіп тұр. Бірақ оның көңілі бір түрлі мазасыз еді. Ас үйге шыққанда Ермек дайын отыр екен. Қалайсың? Деді ол алаңдап. Жақсымын, бірақ басым әлі ауыр сияқты. Ермек бірден. Онда бүгін ауданға барып дәрігерге көрінейік. Айгүл қарсы болмады. Жарайды. Бір сағаттан кейін олар аудандық ауруханаға келді. Ескі ғимарат, бірақ іші таза. Кезекте бірнеше адам отыр. Күләш те сол жерде отыр екен. Әй, келін, деді ол күліп. Не болды? Айгүл сәл ұялып. Басым айналып жүр. Күләш бірден әзілдеді. Тойдың шаршауы шығар. Ермек күліп қойды. Мүмкін. Көп ұзамай медбике есікті ашып. Айгүл Ермек қызы, кіріңіз, деді. Айгүл ішке кірді. Дәрігер орта жастағы әйел еді. Ол қағаздарды қарап отырып сұрады. Қандай шағым бар? Соңғы күндері басым айналады. Әлсіздік бар. Дәрігер бірнеше сұрақ қойды, сосын тексеріс жасады. Біраз уақыттан кейін ол ойланып қалды. Айгүл апай, бір анализ тапсырайық. Қандай?
Жай тексеріс. Айгүл анализ тапсырды. Жарты сағаттан кейін дәрігер қайта шақырды. Айгүл кабинетке кіргенде дәрігердің жүзі біртүрлі екенін байқады. Айгүл апай, деді ол ақырын. Иә? Сіз бұл жаңалыққа дайынсыз ба? Білмеймін. Айгүлдің жүрегі бірден дүрсілдеп кетті. Не болды? Дәрігер қағазға қарап. Сіздің анализіңіз жүктілікке ұқсайды. Айгүл бір сәт түсінбей қалды. Не? Жүкті болуыңыз мүмкін. Айгүл көзін үлкен ашып отыр. Бірақ мен 52 жастамын. Дәрігер басын изеді. Иә, бұл сирек жағдай, бірақ кейде болады. Айгүл ұзақ үнсіз отырды. Қателік болуы мүмкін бе? Тағы тексереміз, бірақ алғашқы нәтиже солай көрсетіп тұр. Айгүлдің ойы сан жаққа кетті. Бұл қалай мүмкін? Ауруханадан шыққанда Ермек есік алдында күтіп тұр екен. Не деді дәрігер? Айгүл бірден жауап бере алмады. Айгүл? Ол баяу отырды. Ермек, мен сағанан бір нәрсе айтуым керек. Ермек алаңдап. Не болды? Айгүл ақырын айтты. Дәрігер, мен жүкті болуым мүмкін деді. Ермек бір сәт қозғалыссыз тұрды. Не? Мен де сенбедім. Ермек күліп жіберді, бірақ бұл таңырқап күлген еді. Бұл мүмкін емес сияқты ғой. Айгүл иығын көтерді. Дәрігер тағы тексереміз деді. Ермек біраз ойланып тұрды. Егер рас болса ше? Айгүл үнсіз қалды. Білмеймін. Екеуі көлікке отырды. Жол бойы үнсіздік болды. Кешке үйге келгенде Айгүл терезе алдында отырды. Ермек оның қасына келді. Айгүл? Иә? Егер бұл рас болса? Айгүл оған қарады. Біз не істейміз? Айгүл ұзақ ойланып қалды. Білмеймін. Ермек баяу айтты. Бірақ бір нәрсе анық. Қандай? Бұл біздің өмірімізді тағы өзгертеді. Айгүл терең дем алды. Ал ертең дәрігердің нақты тексерісі олардың алдында үлкен шешім тұрған анық көрсететін еді. Келесі күні таңертең Айгүл ерте оянды. Түнде дұрыс ұйықтай алмады. Кеше дәрігер айтқан сөз оның ойынан кетпей қойды. Жүкті болуыңыз мүмкін. Бұл сөз оған әлі де сенгісіз еді. Ас үйге шыққанда Ермек үнсіз шай ішіп отыр екен. Оның да түнде көп ойланғаны көрініп тұр. Ұйықтай алмадың ба? Деді Ермек. Жоқ. Мен де бір сәт үнсіздік болды. Бүгін қайта тексеріске барамыз, деді Ермек. Айгүл басын изеді. Аудандық ауруханаға келгенде Айгүлдің жүрегі қатты соғып тұрды. Дәрігер тағы да анализдермен тексеріс жасады. Біраз уақыт өткен соң дәрігер оларды кабинетке шақырды. Отырыңыздар, деді ол. Айгүл мен Ермек бір-біріне қарап отырды. Дәрігер қағазға қарап отырып, алдыңғы нәтиже расталды. Айгүл демін ішіне тартып қалды. Сіз шынымен жүкті. Кабинет іші бір сәтке мүлде тыныш болып кетті. Ермек те не айтарын білмей отыр. Айгүл ақырын ғана. Бұл қауіпті емес пе? Дәрігер күрсінді. Шынымды айтсам, жасыңызға байланысты қауіп бар, бірақ толық мүмкін емес деуге болмайды. Яғни, жүктілікті сақтау үлкен жауапкершілік. Денсаулығыңызға мұқият қарау керек. Айгүл мен Ермек үнсіз тыңдап отыр. Сіздер жақсылап ойланып, шешім қабылдаңыздар, деді дәрігер. Үйге қайтып келе жатқанда көлікте ұзақ уақыт ешкім сөйлемеді. Ақыры Ермек сөз бастады. Айгүл? Иә? Сен не ойлап отырсың? Айгүл терезеден сыртқа қарап отыр. Қорқып отырмын. Мен де. Біраздан кейін Ермек тағы айтты. Бірақ бұл біздің баламыз болуы мүмкін. Айгүл оның сөзін тыңдап отырды. Біз өмір бойы мұндай мүмкіндік болмайды деп ойладық. Айгүлдің көзіне жас келді. Иә. Кешке бұл жаңалық ауылға да жетіп қалды. Күләш үйге жүгіріп келді. Айгүл? Иә? Рас па? Айгүл басын изеді. Дәрігер солай деді. Күләш орындыққа отыра кетті. Бұл деген нағыз жаңалық қой. Бірақ Салтанат басқа пікір айтты. Бірақ қауіпті ғой. Жаңыл да басын шайқады. Мұндай жаста қиын. Айгүл бәрін үнсіз тыңдап отырды. Кешке Ермектің ұлы Данияр да келді. Әке, мен бәрін естідім. Ермек басын изеді. Иә. Данияр Айгүлге қарап. Сіз жақсы ойладыңыз ба? Айгүл жайыз ғана айтты. Әлі ойлап жатырмыз. Данияр күрсінді. Мен тек сіздердің аман болғандарыңызды қалаймын. Түнде Айгүл мен Ермек ұзақ сөйлесті. Егер баланы сақтасақ, қиын болуы мүмкін, деді Айгүл.
Иә. Бірақ не? Айгүл оның көзіне қарады. Бұл біздің өмірдегі соңғы мүмкіндік болуы мүмкін. Ермек біраз үнсіз отырды. Сосын жай ғана айтты. Онда біз қорықпайық. Айгүл таңырқап қарады. Сен дайынсың ба? Егер сен дайын болсан, Айгүлдің көзінен жас шығып кетті. Онда сақтаймыз. Ермек оның қолынан ұстап, қандай қиындық болса да, бірге өтеміз. Сол түні олар үлкен шешім қабылдады. Бірақ олар әлі білмейтін бір нәрсе бар еді. Алда оларды ең үлкен сынақ күтіп тұрған. Айгүл мен Ермек баланы сақтауға шешім қабылдағаннан кейін, олардың өмірі мүлде өзгеріп кетті. Енді әр күн абайлап өтетін болды. Дәрігерлер де жиі тексеріске келіп тұруды ескертті. Айгүл ауыр жұмыс істемейтін болды. Ал Ермек бұрынғыдан да қамқор болып кетті. Сен ештеңе істеме, дейтін ол. Демал. Айгүл күліп. Мен мүлде жұмыс істемей отырсам, өзімді біртүрлі сезінемін. Ең бастысы денсаулық, деді Ермек. Ауылда бұл жаңалық тез тарады. Айгүл шынымен жүкті екен, 22 жаста. Біреулер сенбей бастарын шайқаса, біреулер таңырқап айтып жүрді. Күләш әр келген сайын. Бұл біздің ауылдың ең ерекше оқиғасы болады, дейтін. Бірақ бәрі болмай болған жоқ. Айгүл кей күндері әлсіздік сезініп, дәрігерге бірнеше рет барды. Кейде қорқыныш та болды. Бір күні түнде Айгүл үнсіз отырды. Ермек оның қасына келді. Не болды? Қорқып отырмын. Неден? Бәрі жақсы аяқтала ма деп. Ермек оның қолын ұстап. Біз соңына дейін сенеміз. Айгүл басын оның иығына қойды. Айлар өте берді. Ауыл адамдары да біртіндеп бұл жаңалыққа үйреніп кетті. Кейбіреулер тіпті көмектесіп жүрді. Данияр да жиі келетін болды. Бір күні ол әкесіне қарап. Әке, шынымды айтсам, басында сенбедім. Ал қазірше? Данияр күліп. Қазір бұл керемет оқиға сияқты. Ермек те күліп қойды. Күздің бір салқын таңында Айгүлді аудандық ауруханаға барды. Ермек дәлізде ары-бері жүріп жүр. Оның жүрегі қатты соғып тұр. Бәрі жақсы болады, деді медбике. Біраз уақыттан кейін нәрестенің жылаған дауысы естілді. Ермек тоқтап қалды. Көп ұзамай дәрігер шығып келді. Құттықтаймын. Қалай? Деді Ермек толқып. Анасы да, баласы да аман. Ермек көзін сүртіп жіберді. Ол ма? Ол. Бірнеше минуттан кейін Ермек баласын қолын алды. Кішкентай, жылы, тыныш ұйықтап жатыр. Ермек сыбырлап. Біз сені ұзақ күттік. Айгүл де күлімсіреп қарап тұр. Біз мүлде күтпегенбіз. Бір аптадан кейін олар ауылға оралды. Ауыл адамдары тағы жиналып қалды. Көрдіңдер ме? 52 жаста келін болған әйел енді ана болды. Күләш баланы қолына алып. Бұл біздің ауылдың ең ерекше баласы болады. Барлығы күліп жіберді. Төлеу ата да келіп баланың маңдайынан сүйді. Бұл бала үлкен бақыттың белгісі. Кешке Айгүл мен Ермек үй алдында отырды. Қолдарында жаңа туған сәби. Ауыл тыныш. Айгүл аспанға қарап. Есінде ме? Біздің тойымызда бәрі таңғалған еді. Ермек күліп. Енді тағы таңғалады. Айгүл баласына қарап. Өмір кейде адам күтпеген жерде басталады екен. Ермек оның қолынан ұстап. Ең бастысы, біз бірге. Ал ауыл адамдары бұл оқиғаны ұзақ уақыт айтып жүрді. Естерінде ме? 52 жаста келін болған Айгүл? Иә, ол кейін ана болды. Бұл оқиға ауылдың тарихында үміт пен бақыттың ерекше хикаясы болып қалды. Соңы.